Арма, көз сүйер қауым, талқыла онлайн көзіне қош келдіңіздер. Командаға бөлініп, қолдарыңызға қалам мен пара қалған болсаңыздар, біздің ойынның ережелерімен таныс болыңыз. Сұрақты мұқият тыңдаңыз, жауапты қағазға жазыңыз және Google іздемесін пайдаланбаңыз. Онлайн квиз 4 кезеңнен тұрады. Беташар секреттер тыңдап көр, бәстік. Әр кезеңнің өзіндік ережелері бар. Және біздің Instagram парақша талқыла.kz. Сонымен алғашқы кезең беташар бірінші кезең. Бұл кезеңде сіздерге 7 сұрақ, ойлануға 20 секунд, дұрыс жауап 1 ұпай және сұрақтарды кезең соңында қайталайтын боламыз. Ендеше онлайн көзімізді бастаймыз. Алғашқы сұрақ. Алғаш рет қара нәсілді актер-актрисалар арасында Оскар сыйлығын алған Хэтти Макдэниел, Сидни Пуатье, Дороти Денджерс, Эрл Джонс. Екінші сұрақ. Дос Мұқасан ансамблі алғаш рет қатысқан фестиваль қай қалада өтті? Ташкент, Минск, Берлин, Мәскеу. Үшінші сұрақ. Тони Старк Капитан Американың костюмыңсыз кімсің деген сұрағына жауап бергенде төмендегі сөздерді қандай реттілікпен айтады? Төртінші сұрақ. Әнші Стинг қай топта солист болды? Бесінші сұрақ. Гай Ричидің қай фильмі шынайы оқиға негізінде түсірілген? Дәулеткерейдің күйін табыңыз. Бұл бізде 6-шы сұрақ. Көреғлы, аман бол шешем, теріс қақпай, түрмеден қашқан. Қатардағы жауынгер Райанды құтқару фильміндегі Райанның рөлін кім сомдады? Том Хэнкс, Вин Дизель, Том Круз, Мэтт Деймон. Бәрекелді, осымен бірінші кезең өз мәресіне жетті. Сұрақтарды бір қайталаймыз, жауаптарыңызды нақтылаңыздар. Алғаш рет қара нәсілді актер-актриса арасында Оскар сыйлығын алған кім? Дос Мұқасан ансамблі алғаш рет қатысқан фестиваль қай қалада өтті? Үшінші сұрақ. Тони Старк Капитан Американың костюмыңсыз кімсің деген сұрағына қандай реттілікпен жауап береді? Төртінші сұрақ. Әнші Стинг қай топта солист болды? Гай Ричидің қай фильмі шынайы оқиға негізінде түсірілген?
Дәулеткерейдің күйін табыңыз. Қатардағы жауынгер Райанды құтқару фильміндегі Райанның рөлін кім сомдады? Және дұрыс жауаптың шығуына 10 секунд. Қағаздарыңызды алмасып, дұрыс жауаптарды бірге тамашалауға дайын болыңыздар. Қара нәсілді актер актриса арасында алғаш рет Хэтти Макдэниел Оскар сыйлығын «Унесенные ветром» фильмі үшін алған болатын. Ал келесі екінші сұраққа көшелік. Дос-Мұқасан ансамблі алғаш рет 1971 жылы Ташкент қаласында өнер көрсетті. Тони Старк капитанның костюмыңсыз кімсің деген сұрағына мен гений, миллиардер, плейбой және филантроп деп жауап береді. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. I know. Келесі төртінші. Әнші Стинг The Police тобында солист болған. Министерство неджентльменских дел фильмі шынайы оқиға негізінде түсірілген. Ал Дәулеткерейдің күйі, әлбетте бұл Көреоғлы күйі дұрыс жауап болады. Соңғы жетінші сұрақта Мэтт Деймон. Бәрекелді, осымен алғашқы кезеңіміз аяқталды. Екінші кезеңге көшейік. Екінші кезең бізде сүгіреттер деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге 7 сұрақ, 40 секунд ойлануға, 1 ұпай, және сұрақтарды кезең соңында қайталаймыз. Алғашқы сұрақта суретте Оскар сыйлығына байланысты мақаланың қиынысын көрсеттік. Біз жасырған 2 сөз бір-бірінен бір әріпке ерекшеленеді. Екінші сұрақ. Оның жетістікке жеткен жолын суреттегі тізбектен көруге болады. Ол қандай фильмнің басты кейіпкері? Суреттегі актер 2008 жылы Джимми атты фильмде дебют жасады. Актердің тегін жазыңыз. Түнгі студияға келген осы қонақпен Нұрлан Қоянбаев бірер жылдан кейін бірге фильм түсірді. Осы қонақты сіз кім деп танисыз?
Суреттерге қарап, Шымкент шоу театрының қандай фильмге жасаған пародиясы екенін табыңыз. Miss World 2000 байқауында жеңіске жетіп, кейін танымал актриса болған Малибу құтқарушылары фильмінде ойнаған кім? Жетінші, соңғы сұрағымыз, постерге қарап фильмді табыңыз. Олай болса, сұрақтарды бір қайталап шығамыз. Сіздер жауаптарыңызды нақтылаңыздар. Алғашқы сұрақта біз сіздерге суретке қарап, Оскар сыйлығына байланысты мақаланың тақырыбын табыңыздар дедік. Екінші сұрақта оның жетістікке жеткен жолы суреттегі тізбектен көруге болады. Ол қандай фильмнің басты кейіпкері? Суреттегі актер 2008 жылы Джимми атты фильмде дебют жасаған. Актердің тегі қандай? Ал мына суретте Нұрлан Қоянбаев осы кісімен бірер жылдан кейін фильм түсіреді. Осы қонақты сіз кім деп танисыз? Бесінші сұрақ, Шымкент шоу театрының жасаған пародиясы. Алтыншы сұрақта, Miss World 2000 байқауында жеңіске жеткен және Малибу құтқарушылары фильмінде ойнаған. Ал соңғы жетінші сұрақ, постерге қарап фильмді табыңыз. Осымен екінші кезең өз мәресіне жетті. 10 секундтан кейін дұрыс жауаптарды бірге тамашалаймыз. Бірінші сұрақтың дұрыс жауабы Голливуд және Болливуд болады. Себебі 2009 жылы Болливуд фильмі Оскар сыйлығын жеңіп алған. Мақала сол тақырыпта. Екінші сұрақ, лашықтан шыққан миллионер. Суреттен сіз ойыншының таңдаған дұрыс жауап нұсқаларын көріп тұрсыздар. Барлығы 9 сұрақ. Суреттегі актер Митхун Чакрабортидің ұлы. Ол 2008 жылы Джимми атты фильмге түскен. Нұрлан Қоянбаев Анандимен бірге бірер жылдан кейін фильм түсірді. Суреттеге қарап, биле-биле фильміне жасалған пародия екенін түсінуге болады. Ал алтыншы сұрақта Малибу құтқарушылары фильмінде ойнаған Приянка Чопра және Miss World 2000 байқауының жеңімпазы. Соңғы сұрақта әйгілі, танымал Амир Ханның фильмі Дангал.
Осымен екінші кезең аяқталды. Үшінші кезең бізде тыңдап көр деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге 7 аудио сұрақ, ойлануға 30 секунд, әр сұрақ дұрыс жауап 1 ұпай. Сұрақтар кезең соңында қайталанады. Олай болса, үшінші кезең тыңдап көр. Джейсон Стэтхэм түскен қандай фильмнің саундтрегі? Әннің біз жасырған сөзін табыңыз. Киттердің митесілді, жаным сенің бойың өзі Майкл Джордан секілді. Бәрі сенің қалауыңда емес, оған неге көрсінесің? Мейлі жоқ болса да жанында жүр сенің кер көресің. Қандай фильмнен алынған диалог? Қандай көмек керек? Бүгін ұлым өзіне алғашқы көлігін алмақшы. Маған сол үшін келдіңіздер ме? Келуге тура келді. Олай болса сіздерді туысымдай қарсы алам. Мені Бобби Би ағай деп ата балақай. Жүргізуші көлік таңдамайды, көлік жүргізушіні таңдайды. Олардың арасында беймәлім бір тылсым байланыс орнайды. Мынау жаман емес. Жарыс жолақтары бар екен. Иә, жарыс көлігі. Бұл не өз? Құрып кетсін. Мұна көлікті бірінші рет көріп тұрын. Мәне? Не? Мұнау не? Бұл көлік қайдан келген? Төртінші сұрақ. Джеки Чанның кейіпкері қолына не ұстап тұр? Скорсезенің бұл фильмін білсеңіз, сізге біз жасырған Сан-Францисколық компанияны табу қиын емес. Диалогтағы кейіпкердің лақап атын жазыңыз. Саған оңай болды. Сен орныңнан қозғалмасаң болды. Мен қарап тұра берейін. Бер қара, бірден іске көшейік. Сен, мен, кешкі ас. Жетер. Качау! Өтме. Пау! Басында бәр солай дейді. Кейін өздері сезімнің жетегінде қалай кеткендерін сезбей қалады.
Және соңғы сұрақ диалогты жалғастырыңыз. Кто учил? Родентрек. Парни из моего двора занимались железками, мустанги, корветты. Скупали, восстанавливали, а я рядом. А ты в тачках совсем не разбираешься? Моя первая тачка. Сонымен үшінші кезеңнің дұрыс жауаптарын назарларыңызға ұсынамыз. Эмес оған неге көрсөнесің, мейлі жоқ болса да мерседесің, жанында жүр сенің геркулессің. Қандай көмек керек? Бүгін ұлым өзіне алғашқы көлігін алмақшы. Маған сол үшін келдіңіздер ме? Келуге тура келді. Олай болса сіздерді туысымдай қарсы алам. Мені Бобби би ағай деп ата балақай. Жүргізуші көлік таңдамайды, көлік жүргізушіні таңдайды. Олардың арасында беймәлім бір тылсым байланыс орнайды. Мынау жаман емес. Жарыс жолақтары бар екен. Иә, жарыс көлігі. Бұл не өз? Құрып кетсін. Мұна көлікті бірінші рет көріп тұрын. Мәне? Не? Мұнау не? Бұл көлік қайдан келген? Саған оңай болды. Сен орныңнан қозғалмасаң болды. Мен қарап тұра берейін. Бір қара, бірден іске көшейік. Сен, мен, кешкі ас. Жетер. Качау! Өтме. Пау! Басында бәр солай дейді. Кейін өздері сезімнің жетегінде қалай кеткендерін сезбей қалады. В тачках совсем не разбираешься? Моя первая тачка лимузин. Соңғы төртінші кезең сұрақтарына назар аударайық. Бұл кезең бәстік деп аталады. Сіздерге 7 сұрақ. Ойлануға 1 минут уақыт беріледі және бәстігуге болады. Егер де сұрақтың жауабы дұрыс болған жағдайда 2 ұпай еншілейсіз, кері жағдайда -1 ұпай. Exodus фильмінде Мұса алдымен Перғауынға адал қызмет етеді. Кейін еврейлерді Мысыр тұтқынынан құтқарады. Мұсаның серігі болған еврей ақсақалы Нуна рөлін сомдаған актер басқа фильмде бухгалтер рөлін сомдайды. Осы басқа фильмді табыңыз. Википедия дерегінен Алматы менің алғашқы махаббатым ретро фестивалінде тұрақты өнерпаздар қатарынан Досмұқасан, Роза Рымбаева және осы ансамбльді көруге болады. Ансамбльдің атауы қазір ішек саны алғашқы нұсқасына қарағанда әлде қайда көп аспап атауы. Осы ансамбльді табыңыз.
Кейіпкерлерді олардың тұмармен сәйкестендіріңіз. Бұл танымал әншінің есімі 1917 жылғы тарихи оқиғаға қатысы жоқ. Қазақ волейболының атасы құрметіне қойылған. Алайда әжесінің бұл есімге тілі келмеген соң, оны басқаша атаған. Біз бұл әншіні әжесінің атағанымен танимыз, ал баласын қазақ волейболының атасымен танимыз. Бұлар кімдер? Өкпенің қатерлі ісігіне шипа ретінде қолданатын самари Менделеев кестесіндегі 62-ші элемент. Сериал түсіргендер серия санын осымен түсіндіреді. Бұл қандай сериал? Алтыншы сұрақ. Alan Parsons Project тобы әр альбомын бір тақырыпқа арнайды. Алғашында тарихтағы ұлы олар туралы альбом жазылары келеді, кейін өзекті мәселені көтеріп, барлық олар туралы альбом жазуға бел буады. Және альбомды олардың алғашқысымен атайды. Альбом атауын дауыстылары бірде екі сөзбен немесе латынша қысқа жазыңыз.
Бұл тәсілді алғаш рет 1929 жылы режиссер Франц Лангтың фильмінен көруге болады. Бұл шиеленісті, уайым мен напряженияны арттырудың драмалық тәсілі болды. Және әлі күнге дейін қолданыстағы бұл тәсіл біздің квизде де бар. Танымал швециялық топтың ән атауынан жоғарыда жазылған тәсілді кездестіруге болады. Бұл қандай тәсіл екенін екі сөзбен жазыңыз. Осымен біздің квиз аяқталды. Соңғы кезеңнің дұрыс жауаптарын көру үшін экранға назар аударыңыздар.